Ассалаумағалейкум ағайын. Бұл Адель деген қызымыз. Бүгін деген қаншасыншы сабақ жалпы? Көбінші. Я уже долго здесь. Жоқ. Нет, я перешли так. Төртінші сабақ, иә. Бүгін біз төртінші сабақ шықтық. Негізі қалаға шыққанымыз осы екінші сабақ қана кеттік. Оған дейін біз қалаға шыққан жоқпыз. Себебі дайын болмадық. Потом мен өзім біраз ауырып жаттым. Так налево поворот жағамыз. Сіздер ағайын бағаларыңызды беріңіз бұл қызға. Сіздердің айтқан сөздеріңізге байланысты бұл қызға мен баға қоямын. Дұрыс па или дұрыс емес па деп. Қазірше бәрі дұрыс. Бірақ мен стрессовый состояниеде келе жатырмын, шын айтқанда. Күледі еще маған қарап. Енді стрессовый состояние деген енді мені түсіну үшін Мой стресс передает. Кез келген осы рөлде жүрген адам, машинаға отырмай адамды рөлге отырғызып, осындай Алматы сияқты қаланың ішінде жүрсеңіз, сол кезде мені түсінесіздер. Сондықтан ағайын, вот қазір стрелка жанды, қазір жүреміз, дайынбыз ба? Ал енді кеттік, все. Өйткені бұл стрелка деген 15 секундта ғана жанады. Қазір солға бұрылған кезде обязательно ортаңғы полосаға шығамыз, ортаңғы жолаққа. Таптың ба ортаңғы полоса? Вот. Біз деген негізі учебный автомобильдегі мына оң жақпен жүру керек, бірақ оң жақты көріп тұрсыздар, машиналар тоқтап тұр, сондықтан біз ортаңғы полосамен келе жатырмыз. Абай ғой, скорость деген қара, мына жерде 40 деген знак тұр. Сен 70-мен келе жатсың, смотри. Нормально, мен істеймін. Бұл жерде екі шкала бар, біреу деген миль американский, екіншісі километр сағат. Қазір алдымызда Сатпаев көшесін оңға бұрыламыз, оңға поворот жақ. Өте дұрыс. Бірінші полосаға мына знакқа қарасақ, тек осы полосадан ғана бұрыламыз. Тоқтама. Енді ортаңғы полосамен жүр. Мына жерде знак қараңыздар. Жоқ, бұл жерде разметка жоқ, сондықтан біз көз мөлшермен ортамен жүреміз. Сонда да қорықпайды ғой адамдар жүруге. Мына жерде біз алыспыз ғой, кейде тура машинаның алдынан өтіп кететін адамдар бар. Мына машиналарға жақын жүруге болмайды ағайын. Неге? Өйткені машинаның арасына адамдар шыға салады. Абай болайық, кішкене. Абай болайық деп айтып жатқан себебім, мына машиналар тоқтап тұр. Мына алыстан көріп тұр ма? Алыстан көріп тұрғаннан кейін абай бол деп айтып жатырмын. Құрметті ағайын, рахмет, жақсы жаңағы маған сөздер айтып жатасыздар. Маған жақын арада Қызылордадан бір келіншек келген, өкінішке орай ол Қызылордадан келіп, қонаққа келіп, мен үйренем деген маған жазылған. Бірақ дәл сол кезде мен ауырып қалдым. Ауырып қалып, 2 апта тұра алмай жаттым. Соңғы кезде індет қой, қатты ауырдым, содан басымды көтеруге шамам жоқ болып қалды ғой. Вазине тұрмақ, сөйлеуге шамам жоқ болып жаттым. Сондықтан өкініш қарай ол кісіні үйрете алмадым, бірақ келешекте тағы да Алматыға келіп жатса үйретемін ғой. Солай маған Тараздан келіп үйренген кісілер бар. Рахмет, іздеп келіп жатқандарыңызға. Біздің шамамыз келгенше солай үйретеміз. Ең бастысы осылай просто рөлге отырып тупо жүру емес, әрқашан қайталап айтамын ғой. Ең бастысы не істеу керексің ғой? Правила дорожного движения соблюдать. Ең бастысы еще мына бақылау, контроль дейміз ғой. Алдыдағы, арт жақтағы көліктерді бақылап отыру. Көрдік па, бір жүгірмек кіріп кетті алдыға, көрдік па? Осындай жүгірмектер көп. Мына жүгірмек деп айтқан өте резкий қимыл жасайды. Поворот та жақпайды. Алта зып етіп кіріп кетті. Өйткені ол қауіпті. Оны адамның өзі түсіне білу керек, ол қауіпті екен. Сондықтан мына бізде кішкене шустрить етем дейтін жігіттер болады. Қатты шустрить етем деп, бірақ соғылып қалып жатыр. Жаңағына бір жерден айланып өтіп кеттік қой, бір машиналарды. Алматының ішінде әйтеуір маршрутпен жүріп кетқанда бір-екі авария көрмесек болмайды ғой, обязательно авария көріп жатамыз. Не деген сөз ол? Сол авария болған адамдардың сұрастырып келсең, көпшілігі стаждары бар кәдімгідей. 5-6 жыл, 10 жыл, 25 жыл деп көкіректен ұрып жататындар бар. Бірақ егер ол аварияға түссе, ол мүмкін даже жасылға өткен шығар, мүмкін главный жолмен кеткен шығар, басқа машина ережені бұзған шығар. Бірақ біздің задачамыз қандай?
Не допускать аварий. Авария жасамау, яғни біз өзіміз контроль жасауымыз керек. Біреудің қатесін көріп уақытында тоқтап үлгеруіміз керек. Болды, басқа ештеңе керек жоқ. Алдыға былай қараймыз, арт жақтан айнаға қараймыз, и жандағы айналар бар. Қазір оңға бұрыламыз, оңға поворот жоқ. Ана жерде жол жасаған ғой, жақын арада, сол себепті ғой, ана жерде кішкене кептеліс болып жатқаны. Осымен ағайын осы видеоны тоқтатайын. Ал енді қош сау болайық. Пока. Мгм, Я сізге сау Инстаграм болыңыздар. керек ағай.